Жаңа жыл басталды. Бүгін 2 қаңтар. Әпкем балам үшеуміз орталық алаңға тағы да келдік. Мынау кетіп бара жатқан әпкем мен балам. Айтпақшы, қала толған мынадай бұғылар. Везде эти олени. Конечно, без слов, это очень красиво. Но почему именно олени? Почему не барашки? Я обожаю барашек, например. Әттең коньки тебе алмаймын, сондықтан жалға үрленбелі шана алып, баллон. Мына горкадан сырғанадық. Бәрінің көңіл күйі көтеріңкі, оған қоса бүгін демалыс күні, сондықтан бәрі балалармен осы жерде жүр. Девочка, ты поедешь или нет? А? Девочка, ты поедешь? А, орланчик. Туда-сюда. Фотоға түсетін мынадай жерлер өте көп, бірақ әйтеуір бос болмайды ғой. Біреулер фотоға түсіп жатады. Красивая елочка. Какая красивая елочка. Летом здесь будет фонтан. Это наш ЦУМ. Вот такая сказка в Астане. Мынау біздің орталық. Мынау сцена, сахна, бұл жерде концерт болады мерекеде. Мынау көрермендер отыратын, тұратын жер. Қараңдаршы, қалай күшті істеп қойған. Мына жерде концерт болады. Қысы, жазы мерекелерде отандық эстрада орындаушылары ән шырқайды. Балама барайын. Осы маңда конгресс-холл бар, қазір оны филармония дейді, концерт залы дейді. Сол жаққа қарай бара жатырмыз. Бұл жерде бір әдемі, ашық алаң. Мынау Астана концерт залында үнемі концерттер болып жатады, жәрмеңке болып жатады. Мынау афиша. Афишаға зер сала кетейік. Бұл жерде назар аударғаным 23 ақпанда Бейбарыс операсы болады екен. Бейбарысты білесіздер. Бейбарыс Сұлтан бұл қазақ даласының ұлы перзенті. 13 ғасырда Египет пен Сирия елдерін басқарған, даңқты қолбасшы болған, ірі мемлекет қайраткері болған кісі. Осы кісі туралы операға келемін деп шештім. Енді әпкем балам үшеуміз үй жаққа қарай бет алдық. Мынау біздің герб, дала бұрқасын болып тұр. Настоящая елка. Вот она, настоящая елка. Вот какую елку надо наряжать.